Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын таңғы асқа дайындалатын тағамның рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және де маған тіркеліп лайк басып өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қияр, қызанақ, сыр, колбаса және нан қажет. Ең алдымен қиярымызды майда етіп турап аламыз. Қызанағымызды да дәл солай турап аламыз. Колбасамызды да төрт бұрышты етіп турап аламыз. Енді барлығын ыдысымызға салып араластырамыз. 2 ас қасық қаймақ қостым. Қаймақ болмаса майонез қоссаңыздар да болады. Үстіне кішкене ғана шым-шым тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, нанымызды кесіп дайындап аламыз. Булканан, мусный батоннан қолдансаңыздар болады. Одан кейін осы нанымыздың үстіне салмамызды салып шығамыз барлығын. Сырымызды теркадан өткізіп, бетіне сүйіп шығамыз. Осымен тағамымыз дайын болады. 10 минутқа қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Таңғы асымыз дайын болды. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналымда өте пайдалы, сіздерге қажетті рецепттер бар. Міндетті түрде жазылып, маған тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.